Қайырлы күн, құрметті оқушылар, сіздермен бүгін кинематика тақырыбына тест тапсырмаларын орындайтын боламыз. Ал бастайық. Бірінші сұрақ. Дене материалдық нүкте бола алады? Ең алдымен осы сұраққа дұрыс жауап беру үшін біз материалдық нүкте не екендігін өткен сабақтан еске түсірейік. Материалдық нүкте дегеніміз қозғалыс траекториясымен салыстырғанда өлшемін ескермейтін денені айтамыз, иә? Яғни траекториямен салыстыра отырып біз дененің өлшемін ескермейтін болсақ, ол дененіміз материалдық нүкте деп айтамыз. Ал енді материалдық нүктенің анықтамасына сәйкес келетін тұжырымдаманы табайық. А нұсқасында трактордың топыраққа түсіретін қысымын есептегенде, жоқ, бұл жерде тракторды біз материалдық нүкте деп қарастырмаймыз, иә? Зымыранның биіктігін анықтағанда, бұл жерде де ұшақтың әуежайға қону кезінде, ұшақ әуежайға қонып жатқан кезде оны біз материалдық нүкте ретінде қарастырмаймыз. Так, болат шардың көлемін анықтаған кезде, Е нұсқасында біз жердегі ұшуды басқару орталығынан ғарыш кемесінің қозғалысын бақылағанда. Яғни бізде мына дұрыс жауап Е нұсқасына сәйкес келіп тұр. Яғни материалдық нүкте дегеніміз дененің өлшемін ескермейтін болсақ, қозғалыс траекториясымен онда біз оны материалдық нүкте деп айтамыз. Яғни осы Е нұсқасын суретін салайық. Мысалы, бізде мынау жер болатын болсын. Мына жерге біз материктерді былай салып қояйық. Мысалы, мына жер материктер болсын. Сонда мына жерде жерде ұшуды басқару орталығы орналасқан дейік. Мына жер бізде басқару орталығы. Сонда қандай да бір арақашықтықта, яғни осы арақашықтықты біз S арақашықтық деп қояйық. Мысалға, мына арақашықтық бізде S арақашықтық болсын. Сонда мына жерде бізде ғарыш кемесі қозғалып бара жатыр. Сонда ғарыш кемесінің өлшемімен салыстырғанда, мынау ғарыш кемесі, оның өлшемімен салыстырғанда біздің қозғалыс траекториясы өте үлкен. Сондықтан біз ғарыш кемесін материалдық нүкте деп қарастыруымызға болады. Келесі, спортшы 400 метр қашықтықты жүгіріп өтіп, қайтадан мәреге оралғандағы жолы мен орын ауыстыруы. Бұл сұраққа дұрыс жауап беру үшін біз ең алдымен суретін салуымыз керек. Ең алдымен, мысалы, мына спортшының қозғалатын траекториясы деп алайық. Сонда спортшы мына нүктеден, яғни мына жер старт болатын болсын, старт. Мынау жер ал финиш болатын болсын, финиш. Старттан бастап спортшы 400 метр қозғалды, бұлай қарай, иә? Сонда қанша метр жол жүрді ол? Спортшы S тең 400 метр жол жүрді. Одан кейін есептің берілгенін қарайтын болсақ, қайтадан мәреге оралғандағы деп айтылған, иә? Сонда спортшы қайтадан мәреге не істеді? Бұлай қайтып оралды. Мына жерге қайтып келді. Сонда мәреге қайтып оралған кезде спортшы тағы да не істейді? 400 метр арақашықтықты жүріп өтеді. Жалпы спортшының жүрген жолы бізде 800. Яғни 800 метр жол жүрді. Ал енді орын ауыстыру қаншаға тең? Орын ауыстыру дегенімізді еске түсірейік. Орын ауыстыру дегеніміз дененің бастапқы және соңғы нүктелерін қосатын түсу сызық. Яғни егер дене бастапқы орнына қайтып келетін болса, онда орын ауыстыру 0-ге тең болады. Яғни мына бастапқы орнына қайтып келді, сондықтан да орын ауыстыру 0 болады. Бұл жерде біздің дұрыс жауап Е нұсқасына сәйкес келіп тұр. Келесі, 4 метр биіктіктегі терезеден лақтырылған тас үйдің қабырғасынан 3 метр қашықтыққа түсті. Тастың орын ауыстыру модулі. Бұл есепті де шығару үшін біз суретін салуымыз керек. Мысалы, мынау үйдің қабырғасы. Мына жер, мысалы, жер болатын болсын. Мына үйдің қабырғасы. Сонда 4 метр биіктікте терезеден, сонда мына жерде бізде терезе орналасқан. Мынау терезе болсын. Мынау терезе. Бұлай терезе ашылып тұр деп елестетейік. Сонда осы терезеден тас лақтырылды, иә? Сонда бізде мынау терезенің биіктігі қанша? Мына арақашықтық бізде есептің шарты бойынша H 4 метр. Яғни 4 метр биіктіктен терезеден тас лақтырылды, яғни тасты бұлай лақтырдық. Бұлай түсті, иә? Сонда мына жерде үйдің қабырғасынан 3 метр қашықтыққа түсті деп айтылған. Яғни мына үйдің қабырғасы болатын болса, мына бізде үйдің қабырғасы, сонда мына арақашықтық бізде қаншаға тең? 3 метрге тең, иә? Яғни 4 метр биіктіктен лақтырылған тас үйдің қабырғасынан 3 метр қашықтыққа түсті. Біз орын ауыстыруды табуымыз керек. Сонда орын ауыстыру дегеніміз дененің бастапқы және соңғы нүктелерін қосатын түзу сызық. Яғни бастапқы нүкте ол мына жер А нүктесі деп қояйық.
ал соңғы нүкте мына жер Б нүкте, иә. Сонда екеуін былай бастапқы және соңғы нүктелерді былай біріктіретін болсақ, бізде тік бұрышты үшбұрыш пайда болады, дұрыс па? Сонда былай болып тұр бізде. Мына жер 4, мына жер 3, сонда мына жерді табуымыз керек. X. Өткен сабақта айтқан болатым, егер тік бұрышты үшбұрыш болатын болса, онда бір катет 3 болатын болса, екінші катет 4 болатын болса, онда әр қашанда гипотенуза 5-ке тең болады. Осыны есімізде сақтап қалайық. Әр қашанда егер тік бұрышты үшбұрыш болатын болса, гипотенуза 5-ке тең болады. 5 деген ол бізде С нұсқасында тұр. Ал енді осыны біз дәлелдейік. Яғни тік бұрыш үшбұрыштың гипотенузасын табу үшін біз Пифагор теоремасын қолданамыз, дұрыс па? Сонда былай жазақ. Пифагор теоремасы бойынша S деп алайық, мына жерді орын ауыстыруды. Сонда S1 квадрат қосылған S2 квадрат түбір астында. Сонда S1 бізде 4 немесе H деп жазуымызға да болады, биіктік. Ал S2 бізде қанша? S2 3-ке тең. Орнына қойып есептейік. Сонда S тең болады 4-тің квадраты 16 қосылған 9. Қоссақ қанша болады? 25. 25-тің түбірінің астынан 5 метр шығады. Дұрыс па? Яғни осыны біз дәлелдедік. Келесі есеп. Биіктігі 4 метрге лақтырылған тас қабырғадан 3 метр қашықтыққа түссе, тастың орнын ауыстыру. Алдында шығарған есептің дәл өзі, иә? Тура сол сияқты есептейміз. Яғни мына жерде бізде биіктік 4 метр. Соны 4 метр биіктіктен лақтырылған тас қабырғадан 3 метр қашықтыққа түсті. Сонда мына қашықтық бізде 3 метр. Орнын ауыстыру табуымыз керек. Мынау ара қашықтық. Сонда 3, 4, 5 болады. 3 метр және мына жер 5 метр. Яғни бұл бізде мына Б нұсқасы. Келесі. Жер бетінен 1 метр биіктіктегі доп тағы 2 метр вертикал жоғары лақтырылып, жерге құлады. Доптың жолы мен орнын ауыстыруы. Суретін салайық. Яғни жер бетінен 1 метр биіктіктегі доп, сонда мына жер болатын болсын. Мына бізде жер. Так, былай сызып қояйық. Сонда жер бетінен 1 метр биіктіктегі доп. Сонда мына ара қашықтық бізде 1 метр болатын болсын. 1 метр. Сонда мына жерде бізде доп тұр. Мына бізде доп. Ол тағы да 2 метр вертикал жоғары лақтырылды. Яғни былай 2 метр жоғары лақтырылды. Сонда мына ара қашықтық бізде 2 метр, е? Одан кейін жерге құлады. Сонда былай жерге құлады. Құлап түсті. Сонда мына жерге келді доп. Доптың жолы мен орнын ауыстыруын табуымыз керек. Жүрген жолын табу үшін біз доптың барлық биіктіктерін қосуымыз керек. Сонда бастапқыда доп 1 метр биіктікте орналасқан, мына жерде. Сонда 2 метр биіктікке лақтырылды. Сонда доптың жалпы жүрген жолы H тең болады. Ол H1 қосылған H2 деп жазып алсақ болады. Сонда H1 бізде мынау 2 метр. 2 метр биіктікте лақтырылды. Одан кейін жерге құлап түсті. Сонда H2 қанша? Мына ара қашықтық бізде 2 болатын болса, мына ара қашықтық 1, е? Сонда H2 осын қосамыз. Сонда 3 метрге тең болады. Яғни орнына қояйық, H1 бізде 2 қосылған 3. Сонда 5 метр. Яғни доптың жүрген жолы ол 5 метр. Ал енді орын ауыстыруын табайық. Сонда орын ауыстыру дегеніміз дененің бастапқы және соңғы нүктелерін қосатын түзу сызық. Бастапқыда 1 метр биіктікте орналасатын болса доп, сонда мына жерге құлап түсті. Сонда мына екеуінің ара қашықтығы қанша бізде? Яғни бастапқы мына А нүкте, мына Б нүкте деп қояйық. Сонда бастапқы және соңғы нүктелері қосатын түзу сызық, ол бізде орын ауыстыру. Сонда орын ауыстыру бізде қаншаға тең? 1 метрге тең болып тұр. Яғни бұл бізде мына А нұсқасына сәйкес келіп тұр. Келесі. Футболшы футбол алаңында солтүстікке қарай 40 метр, сосын 10 метр шығысқа, одан 10 метр оңтүстікке, сосын 30 метр шығысқа жүріп өтті. Футболшының толық орын ауыстыру модулі. Бұл есепте шығару үшін біз суретін салуымыз керек. Ең алдымен бағыттарды анықтап алайық. Яғни карта бойынша аламыз. Яғни бұлай салатын болсақ, жоғары жақ бізде солтүстік, оңтүстік, шығыс, батыс болады, дұрыс па? Ал енді футболшы солтүстікке қарай 40 метр жол жүр. Сонда суретін салайық бұлай. Әр клетканы 10 метр деп алайық, е?
Сонда мына 10 метр, 20, 30, 40 метр жол жүрді солтүстікке қарай. Мына ара қашықтық бізде 40. Одан кейін шығысқа қарай 10 метр жол жүрді. Бұлай 10 метр. Одан кейін оңтүстікке қарай тағы 10 метр жол жүрді. Бұлай қарай, шығысқа қарай 10 метр, одан кейін оңтүстікке қарай 10 метр жол жүрді. Ал сосын шығысқа қарай 30 метр жол жүрді. Сонда 3 клетка бұлай жүрді, 30 метр. Футболшының толық орын ауыстыру модуль. Біз орын ауыстыру табуымыз керек. Яғни орын ауыстыру дегеніміз дененің бастапқы және соңғы нүктелерін қосатын түзу сызық. Сонда бұлай байланыстырып жіберейік, Сонда қарайтын болсақ, орын ауыстыруды табайық. Мына жер x. Ал енді не істейміз? Футболшы 40 метр солтүстікке қарап жүрді, одан кейін 10 метр шығысқа, одан кейін оңтүстікке қарай 10 метр тағы да бұлай жүрді. Сонда мына ара қашықтық бізде қанша болады? 10 метр оңтүстікке қарап жүрді. Сондықтан да мына 40-тан 10-ды азайтып тастаймын, Сонда мына жер бізде 30 болады. Ал енді бұлай қарай қанша метр жол жүрді? Шығысқа қарай 30 метр жол жүрді. Сонда мына ара қашықтықпен қосқан кезде жалпы қанша метр жол жүрді? Мына ара қашықтық жалпы қанша болады? 40 метр болады, дұрыс па? Сонда бұл жерде де дәл солай. Яғни бұлай суретін салайық. Мына ара қашықтық бізде 30. Мына ара қашықтық 40. Сонда мына ара қашықтық қанша болады? 50 болады, дұрыс па? Бағанағы сияқты 3, 4, 5. Яғни 10-ға көбейтетін болсақ 50 болады. Яғни орын ауыстырудың модулі бізде мынау Б нұсқасы. Түсінікті ғой, қалай кеп шыққаны. Келесі. Бір қалыпты қозғалыс болатыны. Ең алдымен бір қалыпты қозғалыс дегеніміз не? Егер дене тең уақыт аралығында бірдей ара қашықтыққа орын ауыстыратын болса, бұндай қозғалысты біз бір қалыпты қозғалыс деп атаймыз. Яғни жылдамдық тұрақты болады, дене бірдей уақыт аралығында бірдей ара қашықтыққа орын ауыстырады. Яғни осы берілген варианттардың ішінен біз бір қалыпты қозғалысты табайық. Автомобильдің тежелген кезіндегі қозғалыс. Автомобиль тежелген кезде бұл бізде кемелі қозғалыс болып табылады. Сағаттағы маятник қозғалыс. Бұл жерде де бір қалыпты қозғалыс емес, ал метродағы эскалатордың қозғалысы бұл бір қалыпты қозғалысқа жатады, Яғни бізде мына Е нұсқасы дұрыс жауап. Яғни метродағы эскалатор ол бір қалыпты қозғалады. Сондықтан да бізде мына бір қалыпты қозғалысқа жататыны метродағы эскалатордың қозғалысы. Келесі бір қалыпты қозғалыс кезінде үдеу. Бір қалыпты қозғалыс кезіндегі шарттарды жазайық. Бір қалыпты қозғалыс кезінде жылдамдық өзгермейді, тұрақты болады, яғни V констант, ал үдеу 0-ге тең болады. Бұл жерде V жылдамдық, А үдеу. Үдеу 0-ге тең деген ол тек қана бізде Б нұсқасына тұр. Келесі. 250 км қашықтықты 0,5 сағатта өткен ұшақтың жылдамдығы. Бізде мына ара қашықтық белгілі. Ара қашықтықты қай әріппен белгілейміз? S әріпімен. S ара қашықтық 250 км. Ал уақыт бізде T 0,5 сағат. Яғни жарты сағат болып тұр. Ұшақтың жылдамдығын табуымыз керек. Жылдамдық V. Жылдамдықтың формуласы V тең S бөлінген T. Яғни жылдамдық ол орын ауыстырудың уақытқа қатынасы. Орнына қояйық 250 бөлінген 0,5. Сонда 500 км сағат. Бұл бізде мына С нұсқасына тұр. Яғни бұл жерде қозғалыс бір қалыпты қозғалыс кезінде жылдамдықтың формуласын жазып алдық. Орнына қойып есептедік. Келесі С жүйесіндегі үдеудің өлшем бірлігі. Үдеудің өлшем бірлігі ол метр бөлінген секунд квадрат. Яғни бізде мынау Д нұсқасына тұр. Ал енді осыны келтіріп шығарайық. Үдеудің формуласын жазайық. Үдеудің формуласы А тең дельта В бөлінген дельта Т. Яғни жылдамдықтың уақытқа қатынасы. Жылдамдықтың өлшем бірлігі ол метр бөлінген секунд. Ал уақыттың өлшем бірлігі секунд. Сонда мына жер метр бөлінген секунд көбейтілген секунд болады. Дұрыс па? Мына секунд бөліміне түседі. Сол кезде метр бөлінген секунд квадрат шығады. Яғни үдеудің өлшем бірлігі
бізде мына метр бөлінген секунд квадрат. Келесі, тең үдемелі қозғалыстағы дененің жүрген жолын анықтайтын формула. Үдемелі қозғалған кезде дененің орын ауыстыруын анықтайтын формула ол бізде S тең V нолевой T қосылған AT квадрат бөлінген 2 болады. Осы нұсқаны табайық. Яғни бұл бізде B нұсқасына сәйкес келіп тұр. Үдемелі қозғалыс кезінде дененің жүрген жолын анықтайтын формула B нұсқасына сәйкес келіп тұр. Ал егер де кемелі қозғалыс болатын болса, онда S тең V нолевой T минус AT квадрат бөлінген 2 болады. Мына жер минус болады, ал үдемелі қозғалыс кезінде плюс болады. Ал енді бір қалыпты қозғалыс кезінде жылдамдық тұрақты, үдеу нөлге тең, сондықтан да S тең V көбейту T болады. Бұл бізде бір қалыпты қозғалыс кезінде. Келесі. График бойынша дененің үдеуі мен 10 секундтағы орын ауыстыруы. Бізде график берілген. Графикке қарайтын болсақ, V жылдамдықтың уақытқа тәуелділік графигі берілген. Біз 10 секундтағы орын ауыстыру мен үдеуін табуымыз керек. Бірінші біз үдеуді табуымыз керек, одан кейін орын ауыстыру табуымыз керек. 10 секундтағы орын ауыстыру. Үдеуді табу үшін үдеудің формуласы бағана жаздық. Ол жылдамдықтың уақыт бойынша өзгерісі. Сонда дельта V деген ол бізде V2 азайтылған V1 бөлінген T. Сонда қарайтын болсақ, жылдамдық, бастапқы жылдамдық қаншаға тең? Мына графикке қарайық. График төмен қарап қозғалып бара жатыр, яғни бастапқы жылдамдық бізде 4 метр бөлінген секунд. Мына жерге жазып қояйық. V1 тең 4 метр бөлінген секунд. Ал V2 бізде қаншаға тең болып тұр? V2 10 секунд оның жылдамдығы қаншаға дейін азайды? 2 дейін азайды. Сонда мынау бізде V2. Ал мынау бізде V1. Сонда V2, мына жерге жазып қояйық, 2 метр бөлінген секунд. Ал уақыт бізде қанша? Мына жерге графикке қарайтын болсақ, 10-ға тең бе? Ал енді орнына қояйық та барлық шаманы тауып алдық, орнына қойып еспейік. V2 бізде 2 азайтылған 4 бөлінген 10. Сонда 2 бөлінген, мына жер минус 2 болады де азайтқан кезде. Сонда бөлген кезде 0,2 шығады. Минус 0,2 метр бөлінген секунд квадрат. Минус 0,2 деген ол бізде тек қана D нұсқасына тұр. Егер UBT тапсырып жатқан кезде бір ғана нұсқа келетін болса, осыны белгілеп кетеміз. Ал егер 2-3 вариантта болатын болса, онда есептеуіміз керек. Ал енді орын ауыстыруды қалай табамыз? Орын ауыстыру S тең, бұл жерде графикке қарайтын болса, график төмен қарап қозғалып тұр, яғни жылдамдық 4 метр секундтан 2 метр секундқа дейін азайды. Яғни қозғалыс кемелі. Сондықтан да V нолевой T азайтылған AT квадрат бөлінген 2. Орнына қояйық, бастапқы жылдамдық бізде қаншаға тең? 4 метр секунд. Көбейтеміз оңға, сонда 40 азайтылған болады. Ал бізде қанша? 0,2 T квадрат 100 бөлінген 2. Мына 2 қысқарады, 50. Мына жер 10 болады. Көбейтсек, сонда 40-тан 10-да жазсақ 30 метр шығады. 30 метр, яғни бізде мына D нұсқасы дұрыс жауап. Түсінікті ғой, осылай шығарамыз. Келесі, спортшы стадион жолымен 1200 км ары қашықты жүгіріп өтіп, бастаған сөре орнына қайтып келді. Спортшының жүрілген жолымен орын ауыстыру модулі. Бұл есепте біз суретін салуымыз керек, яғни стадион дейтін болсақ, мына жер бізде стадион болсын, Сонда мына жерден бастады дейік қозғалысты, Осылай қозғалысты бастады, және де стадион жолымен 1200 км ары қашықты жүгіріп өтіп, бастаған сөре орнына қайтып келді. Яғни мына бастапқы орнына қайтып келді. Сонда бұлай қозғалды дейік. Бұлай қозғалды. Спортшы одан кейін бастапқы орнына қайтып келді. Сонда оның жүрген жол қанша? S немесе L деп жазуыма да болады. 1200 км. Спортшының жүрілген жолы мен орын ауыстыру модулі дейді. Жүрген жол тауып алды. Яғни спортшы 1200 км жол жүрді. Ал енді орын ауыстыру табу үшін, орын ауыстыру деген дененің бастапқы және соңғы нүктелерін қосатын түзу сызық. Бұл жерде ешқандай түзу сызық жоқ, яғни дене бастапқы орнына қайтып келді. Сондықтан да орын ауыстыру 0-ге тең болады. Яғни жүрген жолы 1200, орын ауыстыру 0 деген бізде мынау D нұсқасына сәйкес келіп тұр. Келесі. Қозғалыстағы дененің жылдамдығы V тең 5 қосылған 4T теңдеуімен берілген.
қозғалыс түрі мен орын ауыстырудың теңдеуі. Бізде жылдамдықтың теңдеуі берілген, яғни v тең 5 қосылған 4t. Біз қозғалыстың түрін табуымыз керек, одан кейін орын ауыстыру теңдеуі, яғни орын ауыстырудың теңдеуі былай жазылған, st. Осының теңдеуін жазуымыз керек. Бұл жерде қарайтын болсақ, мына жер ортасында плюс болып тұр, яғни плюс болатын болса, онда әрқашанда үдемелі қозғалыс болады. Яғни үдемелі қозғалыс деген бізде тек қана екі нұсқасында тұр. Б нұсқасында және С нұсқасында, яғни қалған нұсқаларды біз не істейміз? Былай сызып тастаймыз. Қалған нұсқалар дұрыс емес. Яғни жылдамдықтың формуласын жазатын болсақ, v тең v нолевой қосылған a көбейту t, Сонда бастапқы жылдамдық бізде қаншаға тең болып тұр? 5-ке. Ал үдеу 4-ке тең болып тұр, Жазып қояйық, бастапқы жылдамдық 5 метр бөлінген секунд, ал үдеу 4 метр бөлінген секунд квадратқа тең болып тұр. Ал жазып ал. Енді орын ауыстыру теңдеуін қалай жазамыз? Бағана жазған сияқты орын ауыстырудың теңдеуі үдемелі қозғалыс кезінде v нолевой t қосылған at квадрат бөлінген 2 болады, дұрыс па? Ал енді осының орнына апарып қояйық. v нолевой тауып алдық, v нолевой қаншаға тең? 5 метр бөлінген секунд. Ал үдеу 4 метр секунд квадратқа тең, Орнына қояйық. Сонда бастапқы жылдамдық 5t қосылған үдеу қанша? 4t квадрат бөлінген 2. Сонда мына жерде 2-ні қысқарта салайық, мына жерде 2 қалады. Сонда бізде 5t қосылған 2t квадрат деген формула кеп шықты. Яғни қозғалыс теңдеуі, орын ауыстырудың теңдеуі осылай. Яғни 5t қосылған 2t квадрат ол бізде b нұсқасына сәйкес кеп тұр. Түсінікті ғой, осылай есептерді шығарамыз. Келесі. Жол және орын ауыстыруды салыстыр дейді. Жол мен орын ауыстыру салыстырайық. Негізі физикалық шамаларды біз екі бөлдік. Олар жалпы, негізі шамалар деп қояйық. Физикалық шамалар екі бөлінеді. Олар векторлық шамалар және скалярлық шамалар. Векторлық шамалар дегеніміз ол бағытымен және сан мәнімен сипатталатын шамалар. Жазып қояйық, бағыты, одан кейін сан мәнімен де сипатталады. Мысалға, жылдамдықты алайық. Жылдамдықтың бағыты бар, одан кейін қандай да бір сан мәніне ие болады. Дұрыс па? 10 метр секунд, 20 метр секунд деген сияқты. Үдеу, күш, одан кейін импульс мысалға. Тағы сол сияқты шамаларды біз векторлық шамаларға жатқызамыз. Яғни бағыты болу керек, одан кейін сан мәнімен де сипатталуы керек. Ал скалярлық шамаларды тек қана сан мәнімен ғана сипатталады. Мысалға, массаны алайық. Массаның бағыты бар ма? Жоқ, массаның ешқандай бағыты жоқ. Дұрыс па? Масса тек қана сан мәнімен ғана сипатталады. Яғни 50 килограмм мысалға, 60 килограмм деген сияқты тек қана сан мәні бар. Ал көлем, тығыздық дегендер. Оларда тек қана сан мәнімен ғана сипатталады. Ешқандай бағыты жоқ. Ал енді осын салыстырайық. Бізде жолдың ешқандай бағыты жоқ. Орын ауыстырудың бағыты бар. Яғни мынау бұлай жол жүр дейік, дене, А нүктеден Б нүктеге. Сонда орын ауыстыру деген ол бастапқы және соңғы нүктелер қосан түзусіз қой. Сонда орын ауыстырудың бағыты бар. Яғни орын ауыстыру ол векторлық шама болып табылады, ал жол скалярлық шама болып табылады. Так, бұл бізде мына А нұсқасына сәйкес кеп тұр. Жол скалярлық шама, ал орын ауыстыру ол векторлық шама. Келесі. Гараждан шыққан автобус 12 рейс жасайтын болса, такси осы бағытта 6 рейс жасайды. Орын ауыстыру мен жолын салыстыр. Осылар суретін салайық. Мысалға, мына бізде гараж болатын болсын. Автобустың гаражы. Сонда автобус бұлай қозғалды дейік. Сонда гараждан шыққан автобус 12 рейс жасады. Яғни 12 рейс, n тең 12 деп жазып қояйық. Сонда бұлай барды, және де бұлай қайтып келген кезде бір рейс болады. Ал енді осы бағытта такси болатын болсын. Такси 6 рейс жасады. Сонда бұлай барып қайтып келген кезде уже бір рейс жасаған болады. Сонда осындайдан 6 тауы жасады.
Сонда олардың жүрген жолы мен орын ауыстыруын салыстырайық. Так, орын ауыстыру бірдей болады, дұрыс па? Яғни олар бастапқы орнына, яғни қайтып келеді. Сонда орын ауыстыру бірдей. Бізде мынау қарайтын болсақ, сұрақта орын ауыстыруды бірінші жазып тұр, одан кейін жолын салыстыр деп айтылып тұр, Яғни орын ауыстыру тауып аламыз бірінші. Яғни орын ауыстыру екеуінде де бірдей болады. Өйткені олар бастаған, яғни гаражына қайтып келіп жатыр. Гаражына қайтып келді олар, Ал енді жүрген жолын салыстыратын болсақ, әрине мынау автобустың жүрген жолы үлкен болып тұр, Ал мынау такси 6 рейс жасайтын болса, автобус 12 рейс жасады. Сондықтан да мынау S автобустың жүрген жолы үлкен S таксиге қарағанда. Осындай нұсқаны табайық. Автобустың орын ауыстыруы. Автобустың таксиге қарағанда жүрген жолы мен орын ауыстыруы. Автобустың жүрген жолы артық, орын ауыстыруы таксимен бірдей. Яғни бізде мынау сын нұсқасы сәйкес келіп тұр, Автобустың жүрген жолы артық, дұрыс. Яғни автобус 12 рейс жасады, ал такси 6 рейс жасады. Сондықтан автобустың жүрген жолы артық, ал орын ауыстыру таксимен бірдей. Дұрыс. Өйткені екеуі де осы гаражға қайтып келді. Сондықтан да орын ауыстыру екеуінде 0 болады. Келесі, еркін түскен дененің 6 секундтан кейінгі жылдамдығы. Егер есептің шартына еркін түсті дейтін болса, біз әрқашанда дененің бастапқы жылдамдығын 0 метр секунд деп аламыз. Яғни еркін түскен дененің бастапқы жылдамдығы 0-ге тең. Сонда уақыт бізде 6 секунд. 6 секундтан кейінгі жылдамдығын табуымыз керек. В. G еркін түсті белгілі бізде. Мысалы суретін салайық. Мынау жерден дене былай қарай төмен қарай қозғалды. Мына бізде жер болсын, мысалы. Сонда бастапқы жылдамдық 0-ге тең. Сонда қандай да бір H биіктіктен түсті. Біз биіктікте емес, жылдамдығын табуымыз керек, дұрыс па? Қандай да H биіктіктен түсті, сонда жылдамдықтың формуласы төмен қарай қозғалғанда дене үдемелі қозғалады, яғни V нолевой қосылған Ж көбейту Т. Бұл бізде үдемелі қозғалыс кезінде жылдамдықты табу формуласы. Бізде бастапқы жылдамдық 0-ге тең, дұрыс па? Сонда мына жер 0-ге тең болатын болса, онда жылдамдықтың формуласы V тең Ж көбейту Т-ға тең болады. Орнына қояйық. Сонда көбейтсек 60 метр бөлінген секунд шығады. Бұл бізде мына Б нұсқасына сәйкес келіп тұр. Келесі, орнынан қозғалған автомобиль 6 секунд ішінде жылдамдығын 36 метр секундқа жеткізеді. Автомобильдің үдеуі. 6 секундта ол жылдамдығын 36 метр секундқа жеткізді. Яғни, бұлай жазайық. Уақыт белгілі 6 секунд. Жылдамдықтың өзгерісі дельта V 36 метр секундқа тең болып тұр. Біз үдеуді табуымыз керек. Үдеу А. Бірлік уақыт ішінде жылдамдықтың өзгерісі үдеу деп аталады. Бізде мына жылдамдықтың өзгерісі белгілі, уақыт белгілі, орнына қойып есептейміз. Яғни А тең дельта V бөлінген дельта Т. Сонда 36 бөлінген 6, бізде 6 метр бөлінген секунд квадрат шығады. Бұл бізде мына С нұсқасына сәйкес келіп тұр. Векторлық шаманы ата. Біз бағана векторлық шама мен скалярлық шаманы айтып өттік, ал енді векторлық шаманы табайық. Масса бізде. Массаның тек қана сан мәні бар, яғни бұл бізде скалярлық шама. Тығыздық, ол да скалярлық шама. Үдеу. Үдеудің бағыты бар, одан кейін сан мәнімен де сипатталады. Яғни бұл бізде мына дұрыс жауап үдеу. Жол ол скалярлық шама, температура ол да скалярлық шама. Жылдамдығын 1 метр секундтан 7 метр секундқа дейін өзгертіп, 24 метр жол жүрген материалдық нүктенің үдеуі. Сонда дененің бастапқы жылдамдығы, мына жерге жазайық, V1 1 метр бөлінген секунд болған. Одан кейін ол жылдамдығын, яғни V2 7 метр секундқа дейін арттырды, яғни үдемелі қозғалыс. Сонда ол S тең 24 метр жол жүрді. Сонда материалдық нүктенің үдеуін табуымыз керек. Бұл есепте біз орын ауыстырудың формуласын пайдаланамыз. Уақыт қатыспаған орын ауыстырудың формуласы. Яғни V квадрат азайтылған V нолевой квадрат бөлінген 2A деген мынандай формуласы бар. Осы формуладан біз үдеуді табайық. Үдеуді табатын болсақ, мына жердегі А мен S-тің орны ауысады былай. Сонда А тең болады V квадрат, яғни бізде мына V2 азайтылған V1-дің квадраты бөлінген 2S болады. Орнына қойып есептейік. V2-ның квадраты 49 азайтылған 1 бөлінген
48, ya. Сонда бізде 48-ді 48-ге бөлеміз, 1 метр бөлінген секунд квадрат. 1 метр секунд квадрат шығады. Бұл бізде мынау Е нұсқасына сәйкес келіп тұр. Түсінікті ғой, осы жерде біз мынау орын ауыстырудың формуласын пайдаландық. Яғни бұл жерде уақыт қатыспаған, есептің шартында уақыт берілмегендіктен осы формуланы пайдаландық. Келесі, екі дененің қозғалыс теңдеулері белгілі, олардың кездесетін орны мен уақыты. Яғни бұл жерде екі дене кездесу үшін, мысалы мынау координатаны салатын болсақ, екі дене мына жерде кездесу үшін олардың координаталары бірдей болу керек, дұрыс па? Сонда бірінші дене бұлай қарай қозғалды, ал екінші дене X осіне қарама-қарсы қозғалды. Өйткені мына жерге қарайтын болсақ, минуспен жазылып тұр, яғни минус ол қозғалысқа қарама-қарсы деген сөз. Яғни X осіне қарама-қарсы деген сөз. Яғни мына нүктеде кездестейік. Сонда кездескен кезде X1 мен X2 тең болады, дұрыс па? Олардың координаталары тең болады. Яғни мен мына жерде X1 мен X2-ні теңестіруім керек. Сонда теңестірейік. X1 мен X2-ні теңестіретін болсақ, так, X1 тең X2. Әрқашанда екі дене кездесті дейтін болса, онда олардың қозғалыс теңдеулерін теңестіреміз. Яғни 10t қосылған 0,4t квадрат тең болады минус 6t қосылған 2t квадрат. Так, минус 6t-ны бұлай қарай өткіземіз. Ал мына жердегі 0,4t квадратты теңдеудің оң жағына өткізейік. Сонда минус 6 сол жаққа өткен кезде плюс болып өтеді, дұрыс па? 10t қосылған 6t болады. Тең 2t квадрат азайтылған 0,4t квадрат болады. Қосатын болсақ 16t тең болады. Так, 1/6t квадрат. Осы жерден біз уақыт тауып алайық. Мына жерден t мен t қысқарады, t мен t мына жерде t квадрат қысқарады. Сонда 16 тең 1/6t. Осы жерден t-ны табатын болсақ, так, 16 бөлінген 1/6 болады. Яғни бұл бізде 10 секунд деген сөз. Уақыт тауып алдық. Яғни 10 секунд өткен кезде олар кездеседі екен. Ал енді осы уақытты мен мына жердегі бірінші және екінші дененің қозғалыс теңдеуін жазатын болсақ, X1 тең 10t қосылған 0,4t квадрат, ал X2 тең болады минус 6t қосылған 2t квадрат. Осы біз уақыт тауып алдық. Яғни уақыт бізде 10 секунд шықты. Осы 10 секундты мен мына жердегі t-ның орнына апарып қоятын болсам, мына жердегі t-ның орнына апарып қойған кезде бізде мына X1 мен X2 бір-біріне тең шығу керек. Мына t-ның орнына біз мына 10-ды апарып қойған кезде мына X1 мен X2 бірдей шығу керек. Апарып қойып жазайық. Сонда қоятын болсақ мына жерге X1 қанша болады? Так, 100 қосылған, так, 10-ның квадраты 100, так, 40 болады, сонда 140 метр. Ал мына жерде X2-ның орнына апарып қойып жазайық. X2 тең болады. Так, мына жерге t-ның орнына 10-ды қоятын болсақ, минус 60, так, қосылған 200. Сонда не істейді? Мынау азайтылады, және 140 шыға ма? 140 шықты. Яғни X1 мен X2 бізде бірдей шығу керек. Яғни бұл бізде мынау 140 және 10 деген А нұсқасына сәйкес келіп тұр. Келесі, велосипедшінің жылдамдығының уақытқа тәуелді графигі бойынша бастапқы 4 секундтағы үдеуі. Так, бізде қарайтын болсақ, график берілген. График ол жылдамдықтың уақытқа тәуелді графигі. V мен T берілген. Яғни жылдамдықтың уақытқа тәуелді графигі. Сонда біз 4 секундтағы үдеуді табуымыз керек. Сонда мына жер 4 секундтағы үдеуді табуымыз керек. Сонда үдеудің формуласы А тең V азайтылған V нолевой бөлінген T. Дұрыс па? Сонда дененің 4 секундтағы үдеуді табу үшін біз ең алдымен график бойынша дененің бастапқы жылдамдығын тауып алуымыз керек. Дене 0-ден басталып тұр, яғни мына жер бізде жылдамдықтың графигі. Сонда 0-ден басталып тұрғандықтан дененің бастапқы жылдамдығы V нолевой қаншаға? 0-ге тең, 0 метр бөлінген секунд. Ал 4 секундтағы оның жылдамдығы қанша? 12. Сонда мына жерге біз жазайық V тең 12 метр бөлінген секунд.
Т бізде қаншаға тең? 4-ке тең. Бізде өткен 4 секундтағы үдеуді сұрап жатыр. Яғни А тең В азайтылған В налевой бөлінген Т. Орнына қояйық. В бізде 12 азайтылған 0 бөлінген 4. Сонда 3 метр бөлінген секунд квадрат шығады. Бұл бізде мына С нұсқасына сәйкес келіп тұр. Осы есепті басқа нәрсені сұрау мүмкін. Яғни бұл жерде біз орын ауыстыруды табуымыз да болады. Яғни бұл жерде бастапқы жылдамдық 0 болғандықтан S тең АТ квадрат бөлінген 2 деп біз орын ауыстыру тапсақ та болады. Яғни 4 секундтағы орын ауыстыру, яғни мынау ара қашықтық, мынау боялған фигураның ауданы бізде орын ауыстыруды береді. Одан кейін қарайтын болсақ, 4 және 6 секунд аралығында дене қалай қозғалды? 4 пен 6 секунд аралығында дене бір қалыпты қозғалып тұр. Яғни мынау 4 пен 6 секунд аралығында дененің жылдамдығы тұрақты болып тұр. Яғни бұл жерде жылдамдық тұрақты, бір қалыпты қозғалыс. Яғни бұл жерде мынау S2 дейтін болсақ, мына ара қашықтық, яғни мына бөлікте дене бір қалыпты қозғалды. Одан кейін мына бөлікте дене кемімелі қозғалды. Яғни бастапқы жылдамдығы мына жерде 12 болатын болса, оның дененің соңғы жылдамдығы 0-ге тең болып тұр. Яғни мына бөлікте дене кемімелі қозғалды, ал мына ортаңғы бөлікте дене бір қалыпты қозғалды. Тесттің сұрақтарында осындай нәрсені сұрап қалу мүмкін. Яғни бір есептің өзінен бірнеше физикалық шаманы сұрау мүмкін. Материалдық нүктенің қозғалыс теңдеуі x тең 3t квадрат. 2 секундтан кейінгі нүктенің жылдамдығы мен орын ауыстыруы. Бізде материалдық нүктенің қозғалыс теңдеуі белгілі. Жазайық. Сонда x тең 3t квадрат. Бұл бізде материалдық нүктенің қозғалыс теңдеуі. Біз 2 секундтан кейінгі дененің жылдамдығы мен орын ауыстыруын табуымыз керек. В мен S-ті. Жылдамдық дегеніміз орын ауыстыру векторынан алынған бірінші реттік туынды. Яғни егер де біз мынау дененің координатасынан бір рет туындалатын болсақ, онда жылдамдық кеп шығады. Әрқашанда есімізде сақтап қалайық. Егер де біз орын ауыстырудан, яғни мына жерде бізде дененің орын ауыстыру болып тұр. Осы орын ауыстырудан туындалатын болсақ, бір рет туындалатын болсақ, онда жылдамдық кеп шығады. Ал жылдамдықтан бір рет туындалатын болсақ, үдеу кеп шығады. Ал енді осыдан туындалайық. Егер сіз туынды не екендігін әлі өтпеген болсаңыздар, онда бұлай түсіндірейік. Аның n-ші дәрежесінің туындысы болатын болса, бұлай болады. Туындалған кезде мынау n, мынау санның алдына түседі, яғни мынау a-ның алдына түседі. Сонда n көбейту a болады. Ал дәреже бірге азаяды. Сонда n азайтылған 1 болады. Мысалға, x-тің 3-ші дәрежесінің туындысы болатын болса, онда осыдан туындалған кезде мына 3 x-тің алдына түседі. Сонда 3x мына дәрежеге бірге кемейді. Яғни 3 азайтылған 1 болады. Яғни 3x квадрат болады. Түсінікті ғой, яғни туындалған кезде мынау жоғарыдағы дәреже алдына түседі. Және де дәреже бірге азаяды. Мысалға бұлай болатын болсын. Мына жерге жазайық. Y тең 6x квадрат. Осының туындысын алуымыз керек дейге. Туынды, яғни мынау штрих. Мынау штрих туынды дегенді білдіреді. Яғни осының туындысын алған кезде мынау 2, мынау 6-ның орнына алдына түседі. Сонда 6 көбейтілген 2 болады. X мына жерде 2 азайтылған 1, яғни 1 болады. Мынау 1-ді жазбауымызға да болады. Яғни сонда 12x болады. Түсінікті ғой, туындалған кезде, яғни осы мына жердегі n дәреже алдына түседі, және мына жердегі санға көбейеді. Ал дәреже мына 1-ге азаяды. Осыны есте сақтап қалайық. Яғни біз мынадан туындалуымыз керек, яғни x тең 3t квадрат. Осыдан туындалатын болсақ, бізде жылдамдық кеп шығады. V тең болады 3t квадраттан туындалайық. Сонда не істейді? Мынау 2 алдына түседі. Сонда не болады? 6t болады, дұрыс па? Ал бізде t қаншаға тең? Мына жерде есептің шартына 2 секундтан кейінгі деп тұр. Сонда v тең 6t, яғни қанша болады? 12 метр бөлінген секунд. Жылдамдық тауып алдық. 12 метр секунд, ол бізде мынау тек қана а нұсқасында тұр екен. Ал енді орын ауыстыруды табайық. Орын ауыстыруды қалай табамыз? Орын ауыстыруды мына жерде t-ның орнына біз 2-ні апарып қоятын болсақ, біз орын ауыстыруды табуымызға болады. Яғни x тең болады 3t квадрат, дұрыс па? Сонда t бізде қаншаға тең? 2 секундтан кейінгі орын ауыстыруды табу үшін мына t-ның орнына біз 2-ні қоямыз.
Яғни сонда 3 көбейту 2-нің квадраты 4, сонда 12 метр болады. 12 метр ол бізде мынау А нұсқасы. Келесі. Еркін түскен дене жермен соғулардағы жылдамдығы 30 метр секунд болса, құлау биіктігі. Яғни қандай да бір биіктіктен дене жерге еркін түсті. Яғни мына жер бізде жер. Сонда мына ара қашықтық бізде H. Қандай да бір биіктіктен дене төмен түсті. Сонда жерге соғылар кездегі дененің жылдамдығы белгілі. Ол бізде қаншаға тең? 30 метр секундқа тең. Ал мына дененің бастапқы жылдамдығы мына есептің шартына еркін түсті деп айтылып тұр. Яғни қаншаға тең болады? 0-ге тең. Егер еркін түсті дейтін болса, әрқашанда дененің бастапқы жылдамдығы 0-ге тең болады. Жерге соғылар кездегі жылдамдығы белгілі. Біз құлау биіктігін табуымыз керек. Яғни бұл жерде де H тең орын ауыстырудың формасы уақыт қатыспаған формасын пайдаланатын боламыз. Яғни V квадрат азайтылған V0 квадрат бөлінген 2G. Орнына қояйық. Бастапқы жылдамдық 0-ге тең, сондықтан да V квадрат бөлінген 2G болады. Так, орнына қояйық. Так, 30-дың квадраты 900 бөлінген 20. Мына 1-0 мен 1-0 қысқартайық. Сонда 90-ды 2-ге бөлетін болсақ 45 метр шығады. 45 метр ол бізде мына Б нұсқасына сәйкес келіп тұр. Келесі, автомобильдің жылдамдығы 10 секунд уақытта 10-нан 6 метр секундқа дейін кемейді. Жылдамдықтың уақытқа тәуелділік формуласы және де 20 секундтан кейінгі жылдамдығы. Так, сонда автомобильдің жылдамдығы 10 секунд уақыт ішінде V1 10 метр секундтан V2 6 метр секундқа дейін не істеді? Кеміді. Яғни бұл бізде кемелі қозғалыс болып тұр. Біз жылдамдықтың уақытқа тәуелділік формуласын жазуымыз керек. Яғни VT одан кейін жылдамдығын табуымыз керек. 20 секундтан кейінгі дененің жылдамдығын табуымыз керек. Жылдамдықтың уақытқа тәуелділік теңдеуін жазатын болсақ, бұл жерде кемелі қозғалыс болып тұр. Яғни кемелі қозғалыс кезінде V тең V0 минус AT формасымен анықталады. Дұрыс па? Осы формуланы пайдаланатын боламыз. Яғни бастапқы жылдамдық қанша бізде? Бастапқы жылдамдық 10 метр секунд. Біз сонда жылдамдықтың теңдеуін жазу үшін бізге үдеу керек. Дұрыс па? Үдеудің формуласы А тең V азайтылған V0 бөлінген T. Яғни дененің соңғы жылдамдығы мен бастапқы жылдамдығын азайтамыз. Дененің соңғы жылдамдығы бізде қаншаға тең? 6 метр секунд. Сонда 6 азайтылған 10 бөлінген қанша болады? 10. Так, сонда минус 0,4 болып тұр. Метр бөлінген секунд квадрат. Үдеуді тауып алдық. Сонда мына жердегі А-ның орнына біз не істейміз? Осы 0,4 квадратты, метр секунд квадратты мына жерге апарып қоямыз. Мына жердегі А-ның орнына. Сонда V тең бастапқы жылдамдық 10 азайтылған 0,4 T болады. Дұрыс па? Осындай жауапты іздейік. Яғни бұл бізде жылдамдықтың уақытқа тәуелділік формуласы. 10 азайтылған 0,4 T деген ол бізде так, бізде мынау екі нұсқасы сәйкес келіп тұр. Мынау, одан кейін мынау. Қалған нұсқалар бұлай үстінен сызып тастаймыз. Өйткені ондай дұрыс болмайды. Өйткені мына жер плюс болатын болса, үдемелі қозғалыс емес бізде есептің шартында. Кемелі қозғалыс. Сондықтан да мынау Б мен Д-ны шығарып тастаймыз, одан кейін Е нұсқасын шығарып тастаймыз. Өйткені бізде үдеу 0,2 шыққан жоқ, 0,4 шықты. Ал енді біз не істейміз? 20 секундтан кейінгі жылдамдық табуымыз керек. Ол үшін мына жердегі Т-ның орнына не істейміз? Мына жердегі Т-ның орнына 20-ны апарып қоямыз. Сол кезде V тең болады 10 азайтылған 0,4 көбейту 20 болады. Сонда мына екеуі қысқарады. Көбейтсек, мына екеуін көбейтсек 8, 10-нан 8 азайтсақ 2 болады. 2 метр бөлінген секунд. Бұл бізде А нұсқасына сәйкес келіп тұр. Яғни бізде А нұсқасы. Келесі, егер бастапқы координат векторы 12-де 5 см, соңғы 4-те 11 см болса, координат осіндегі вектордың проекциясы. Так, мұнаны біз А векторының координатасы деп алайық, мұнаны біз Б векторының координатасы деп алайық. Яғни, мұна жерде жазып қояйық, А векторының координатасы ол 12-де 5, ал Б векторының координатасы ол 4-те 11. Сонда мынау әрқашанда мына бірінші ол x, одан кейін y болады, дұрыс па? Сонда x1,
y1 деп қояйық, мына жерге x2, y2 деп қояйық. Ал енді осыны біз координата жүйесіне салайық. Яғни мынау бізде y, так, мынау бізде x. Сонда a векторын салатын болсақ, a векторының координатасын тауып алайық. A векторының x-і 12, яғни мына жерді біз 12 деп алайық. 12-де y 5 болған, е? Сонда мына арақашықты біз 5 деп алайық. Сонда a векторының координатасы бізде осы нүкте болып тұр, е? A векторының координатасы 12-де 5. Тауып алдық. Ал енді b векторының координатасы x 4, яғни мына жер бізде 4 болсын, ал y 11. Мына жер 11 болатын болсын. Сонда b векторының координатасын тауып алдық, ол бізде мынау болды. 4-те 11. Ал енді не істейміз? Біз осы векторлардың проекциясын табуымыз керек. Ал енді a нүктесінің проекциясы бізде мына арақашықтық. Яғни мына арақашықтық бізде a векторының проекциясы, яғни sx болады. A векторының x осіне проекциясы. Түсінікті ғой? Ал мына арақашықтық бізде b векторының y осіне проекциясы, яғни sy. Сонда sx табу үшін sx тең болады. 12-ден 4-ті азайтатын болсам, бізде sx кеп шығады. Сонда 12 азайтылған 4, сонда 8 сантиметр. sx тауып алдық. Ал енді sy табу үшін sy тең болады. Дәл сондай біз 11-ден азайтамыз 5-ті, сонда 6 сантиметр болады. Сонда 11-ден 6-ны азайтатын болсақ, бізде мынау sy кеп шығады. Мына арақашықтық. Түсінікті ғой? Яғни бізде мынау арақашықтық a векторының x осіне проекциясы, ал бізде мынау арақашықтық b векторының y осіне проекциясы. Яғни бұл бізде 8-де 6, ол a нұсқасына сәйкес кеп тұр. Келесі, қозғалыстағы дененің координатасы уақыт өтуіне қарай x тең -2 қосылған 4-ті азайтылған 3-ті квадрат. Осы заңмен өзгереді. Берілген дененің жылдамдық теңдеуін жазыңыз дейді. Яғни дененің қозғалыс координатасының уақыт өтуіне қарай өзгеріс теңдеуі белгілі. Жазып алайық, x тең -2 қосылған 4-ті азайтылған 3-ті квадрат. Біз жылдамдықтың теңдеуін табуымыз керек. Жылдамдық теңдеуі. Жылдамдық дегеніміз ол орын ауыстырудан алынған бір рет туынды. Егер мен осы теңдеуден бір рет туынды алатын болсам, онда біз жылдамдықтың теңдеуін тауып аламыз. Яғни осы теңдеуді жазып алайық, және де осыдан туынды алайық. Яғни жылдамдық тең болады x-тан алынған бір рет туындыға тең. Яғни -2 қосылған 4-ті -3-ті квадраттан біз бір рет туынды аламыз. Туынды алған кезде мынау нақты санның туындысы 0-ге тең болады. Ал мына 4-тінің туындысы 4-ке тең болады. Яғни туынды алған кезде кез келген санның туындысы 0-ге тең болады. Яғни 0 қосылған, ал мынаның туындысы 4-тің өзі болады, 4. Ал мына жерде бізде 3-ті квадрат бар, е? Мына жерде квадрат бар. Туынды алған кезде мына 2 не істейді, мына 3-тің алдына түседі. Сонда азайтылған 3-те 2 көбейтеміз, сонда 6-ті болады, дұрыс па? Сонда жылдамдықтың теңдеуі v тең 4 азайтылған 6-ті болып тұр. Осы теңдеуді табамыз. 4 минус 6-ті деген ол бізде д нұсқасына сәйкес кеп тұр, е? 4 минус 6-ті. Түсінікті ғой? Туынды алған кезде мынау әрқашанда x-тан бір рет туынды алатын болсақ, бізде жылдамдық кеп шығады. Егер жылдамдықтан тағы бір рет туынды алатын болсақ, бізде үдеу кеп шығады. Жылдамдықтан бір рет туынды алатын болсақ, үдеу кеп шығады. Яғни осыдан біз туындап көрейікші. Туынды алатын болсақ, 4 азайтылған 6-тыдан туынды алатын болсақ, бізде тұрақты санның туындысы 0-ге тең. Сонда үдеу -6 болып тұр, е? Метр бөлінген секунд квадрат. Немесе бұлай табуымызға да болады. Мынау бізде жылдамдықтың теңдеуі ғой. Сонда v тең 4 азайтылған 6-ті, дұрыс па? Ал жылдамдықтың жалпы теңдеуі бұлай. v нолевой минус a-ті. Сонда бастапқы жылдамдық 4-ке тең болып тұр, ал үдеу 6-ға тең болып тұр, -6. Осылай табуыма да болады. Келесі, ұшақ 216 км/сағат жылдамдықпен ұшып, сосын 20 секунд уақыт бойы 9 метр секунд квадрат үдеумен қозғалады. Ұшақтың осы уақытта ұшып өткен арақашықтығы. Бізде ұшақтың бастапқы жылдамдығы белгілі, v тең 216
километр сағат. Так, одан кейін ұшақ 20 секунд уақыт бойы А тең 9 метр бөлінген секунд квадрат үдеумен қозғалды. Ұшақтың осы уақытта ұшып өтетін ара қашықтығы, яғни S-ті табуымыз керек. Яғни бұл жерде қозғалыс үдемелі қозғалыс болып тұр. Үдемелі қозғалыс кезінде орын ауыстырудың формуласы v0 t қосылған at квадрат бөлінген 2. Осы формуламен табамыз. Яғни бізде мынау А үдеу белгілі, уақыт белгілі, Т уақыт белгілі, бастапқы жылдамдық барлығы белгілі. Тек қана біз мына жерге қарайтын болсақ, мына жерде метр бөлінген секунд квадрат, мына жерде секунд, ал мына жерде километр сағат. Сонда біз 216 километр сағатты метр бөлінген секундқа өткізіп аламыз керек. Әр қашанда километр сағатты метр бөлінген секундқа өткізіп жатқан кезімізде, әр қашанда мына километр сағаттағы санды әр қашан біз 3,6-ға бөлеміз. Сонда 216-ны біз 3,6-ға бөлуіміз керек. Сонда 216-ны бөлетін болсақ 3,6-ға 60 метр секунд шығады. Яғни біз тауып алдық. Яғни жылдамдықты біз километр сағаттан метр секундқа өткіздік. Ал енді мына формулаға қойып біз есептейміз. S тең бастапқы жылдамдық. Мынау бізде бастапқы жылдамдық v0 216 км сағат, ол ұшақтың бастапқы жылдамдығы. Сондықтан да оның орнына біз не істейміз? Мына 60 метр секундты апарып қоямыз. Сонда 60 көбейту 20 қосылған 9 көбейту 20-ның квадраты 400 бөлінген 2. Мынаны қысқарта салайық, мына жерде 200 болады. Сонда так, мына екеуін көбейтейік. Сонда 1200 қосылған 1800, қосатын болсақ, бізде 3000 метр шығады, дұрыс па? Яғни 3 километр, немесе 3000 метр. Сонда бізде мынау сын нұсқасына сәйкес келіп тұр. Келесі, материалдық нүкте радиусы 2 метр шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалғанда, айналымның 4/1 бөлігінде жүрген жолымен орын ауыстыруы. Яғни материалдық нүкте радиусы 2 метр шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалуда. Яғни радиус R тең 2 метр. Сонда ол шеңбердің 4/1 бөлігін жүріп өтті. Сонда n тең 4/1 деп жазып қояйық. Сонда оның жүрген жолымен орын ауыстыруын табуымыз керек. Ол үшін біз шеңбердің суретін салайық. Бізде мынау шеңбер. Сонда дене мына бастапқыда А нүктесінде болған, одан кейін мына шеңбердің 4/1 бөлігін жүріп өтті. Сол кезде қай жерге келді? Егер мынаны біз пицца деп елестететін болсақ, мына бізде пицца. Пиццаны былай 4 бөлікке бөлейік. Мына бірінші бөлік, мына екінші, мына үшінші және төртінші бөлік. Сонда мына бір бөлікті Арайлым деген қыз жеп қойды деп елестетейік. Сонда не істеді? Ол 4/1 бөлігін, мына бізде пиццаның 4/1 бөлігін не істеді? Жеп қойды. Дәл солай бұл жерде де дене радиусы 2 метр шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалып 4/1 бөлігін жүріп өтті. Солда мына А нүктесінен сонда мына жерге келді, дұрыс па? Б нүктесіне келді. Яғни мына жерді жүріп өтті. Сонда оның жүрген жолын табуымыз керек, одан кейін орын ауыстыру. L мен S деп қояйық. Яғни бұл жерде мен жүрген жолын табу үшін мен шеңбердің ұзындығының формуласын пайдаланамын. Яғни шеңбердің ұзындығы L тең 2π R n. N бұл жерде айналымдар саны. Мына n-нің орнына біз мына 4/1-ді апарып қоямыз, дұрыс па? Сонда қоятын болсақ 2π көбейту, мына R бізде радиус бізде 2-ге тең, 2, ал n-нің орнына 4/1-ді қоямыз. Сонда мына жердегі қысқарады. Сонда жүрген жолы π-ге тең болып тұр, π. Пи деген ол бізде мына 2 ғана нұсқаға сәйкес келіп тұр. Яғни А нұсқа мен мынау Д нұсқасы сәйкес келіп тұр. Яғни мына нұсқада сәйкес келіп тұр. Яғни Е нұсқасы. Мынаның екі нұсқаны не істеймін? Шығарып тастаймын. Ал енді біз орын ауыстыру табуымыз керек. Орын ауыстыру деген дененің бастапқы және соңғы нүктесін қосатын түзу сызық. Мынаны өшіп тастайық. Яғни дене бастапқыда А нүктесінде болған, одан кейін мына жерде Б нүктесіне келді. Сонда бастапқы және соңғы нүктені былай қосатын болсақ, бізде мына жерде тік бұрышты үшбұрыш пайда болады, дұрыс па? Яғни бізде радиус қаншаға тең? 2 метрге тең. Яғни мына ара қашықтық бізде 2 тең, одан кейін мына ара қашықтық ол да 2 тең. Сонда мына жерді табуымыз керек.
гипотенузаны, иә. Ол үшін біз Пифагор теоремасын қолданамыз. Пифагор теоремасын қолдана отырып табуымызға болады. Мысалы, гипотенузаны табайық. Сонда с квадрат тең а квадрат қосылған б квадрат. Осыны орнына қоюымызға болады. А квадрат сонда бізде 2. Сонда 2-ның квадраты 4 қосылған 4. Егер мынау квадратсыз жазатын болсақ, мынаның түбір астына аламын, иә. Мына с-ның квадраты болмайтын болса. Сонда қоссақ 8. 8-ді біз 4 көбейту 2 деп жазуымызға болады. Сонда түбірінің астынан 4-тен 2 шығады. Сонда 2 түбір астына 2. 2 түбір астына 2 ол бізде А нұсқасына сәйкес келіп тұр. Келесі. Ең соңғы есеп. 6 метр секунд жылдамдықпен бірінші велосипедші жолды 3 секундта жүріп өтті. Сол жолды 9 секундта жүріп өткен екінші велосипедшінің жылдамдығы. Яғни бірінші велосипедшінің жылдамдығын V1 деп жазып қояйық. V1 тең 6 метр бөлінген секунд. Осы қандай да бір жолды велосипедші жолды 3 секундта жүріп өтті. Яғни T тең 3 секунд T1 деп жазып қояйық. Ал енді екінші велосипедші дәл сол жолды, яғни мына жерде қарайтын болсақ, сол жолды деп тұр, иә. Яғни дәл бірінші велосипедші жүріп өткен жолды 9 секундта жүріп өтті. Онда біз мынау екінші велосипедшінің жылдамдығын табуымыз керек, V2-ні. Яғни бұл жерде қозғалыс бір қалыпты қозғалыс кезінде орын ауыстырудың формуласы V көбейту T, иә. Ең алдымен бірінші велосипедші 6 метр секунд жылдамдықпен 3 секундта қанша жол жүрді, соны тауып алайық. Яғни S тең V1 T1. V бізде қанша? 6 көбейту 3, сонда 18 метр. Яғни бірінші велосипедші 18 метр жолды жүріп өтті. Ал сонда екінші велосипедшіде мына жерге сұраққа қарайтын болсақ, сол жолды деп айтылып тұр, иә. Сол жолды 9 секундта жүріп өтті. Яғни екінші велосипедші дәл солай 18 метрді 9 секундта жүріп өтті. Яғни S тең V2 көбейту T2 болады. Ол жерден біз жылдамдық табамыз. V2-не V2 тең болады S бөлінген T2. S бізде қаншаға тең? S тауып алдық. S бізде 18 шықты, дұрыс па? Сонда 18-ді бөлеміз бізде 9-ға. Сонда 2 метр бөлінген секунд шықты. Сонда екінші велосипедшінің жылдамдығы бізде 2 метр секунд. Ол бізде с нұсқасына сәйкес келіп тұр. Назарларыңызға рахмет, оқушылар. Есептерді шығарылуы түсінікті деген ойдам. Мына астына өз ойларыңызды жазып, комментарий жазып қалдырыңыздар. Егер сіз каналға тіркелмеген болсаңыз, онда каналға тіркелуді ұмытпаңыз.